Армысыз көрермен, эфирде ашық әңгіме бағдарламаның бүгінгі қонағы Маңғыстау облысы полиция департаментінің басшысы генерал-майор Аян Дүйсенбаев Сәбитұлы. Ендеше кеттік. Алдыма тұлпар келді. Үстіме шапан жапты. Ешкім де мен жұмыстан қуған жоқ. Анонымыз бірден Маңғыстауға басшы болып келдіңіз. Сіз айтып отырсыз, Нұрлан Асқарұлының әкімдік командасы бар еді. Маңғыстау халқы мүмкіндік беру керек келген басшыларға. Кейбір деректер жасырылған алдыңғы жылдары. Солардың бәрін жауапты қызметкерлер қазір жазаланып жатыр. 17 шағын аудан салғанда да неге жол қауіпсіздігіне көңіл бөлмеген? Егер халық қатты сондайда бір талап қоятын болса, біз ертең жылдам көшесек көшеден алып тастай аламыз. Маңғыстауда маньяк жүр деген әңгіме тарап. Ата-аналарға айтатыным, балаларды өздерінің жасөспірім кәмелетке толмаған балаларды қадағалауын сұраймыз. Сұхбатқа келіскеніңізге рахмет және қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Біріншіден енді сіз өзіңіз алдыңызда айтқаннан кейін ашық әңгіме дегеннен кейін көптен бері көрерменде сұрақтар бар шығар деп, мен ашық әңгіме болғандықтан мына әскери форманы кимей, осындай азаматтық киімді келіп, ашық әңгіме болса, ашық әңгіме болсын деп, сондай мақсатпен сізге келістім кездесуге. Дайынсыз ғой демеге? Ашық әңгімеге мен ойлаймын, мен әр уақытта ашық әңгіме дайын. Мен көп болды ешқандай да бір сұхбат бермегеніме, бір 10 жылдай болған сияқты. Сондықтан ашық әңгімеге мен дайынмын деп ойлаймын. Мен әр уақытта ашық адаммын. Аян Сәбитұлы, шыны керек, сіз туралы бақ беттерінде сайрап жатыр. Енді өзіңізге белгілі, яғни қызметінен қуылған генерал полиция басшы болды. Сіздің жаңалығыңыз бүкіл елге танымал болды. Тіпті президенттің құлағына жетті десе де болады. Ақиқат деген бұл сен болса сеңді бұзып, тоң болса тоңды бұзып бір қопарыла тұратын кез болады ғой. Енді сіз осы тура ақиқатты айтатын кез жетті деп ойлап, сұхбатқа келісті деп ойлап отырмын. Шынымен сіз қызметіңізден қуылдыңыз ба? Жалпы осы жағдайдан кейін қалай сіз тұрдыңыз енді? Әйгерім, әңгіме дереу ашық түрде басталып кетті ғой. Сондықтан ашық түрінде айтайық. Бұл енді қазір әлеуметтік желіде көптеген сұрақтар туындап жатқаны мәлім маған да. Көптеген жылдар бойы мен үндемей тыныш отырдым. Бірақ енді қазір нақты қалай болғанын айту керек. Біздің мысалға ол кезде ұмытпасам 2019 жылы болған болу керек, мамыр айында. Жалпы мен туған жерім мынау Атырау облысы Қызылқоға деген аудан бар. Біздің академиктер Салық Зиманов, Зейнолла Қабдолов сияқты ағаларымыз дүниеге келген қара шаңырақ. Сол кезінде ішкі істер министрлігінде істеп жүргенде еліме келген кезде сол кездегі ақсақалдар осындай дастархан басында ылғи да айтып отыратын: Айнжан, біздің ауылымызда, біздің елімізде қандай да бір мықты адамдар шықты, тек бізге жетпей тұрғаны бір генерал деп айтатын. 2019 жылы 6 мамырда генерал тағы бұйырды. Министрдің сол кездегі ұлықсатымен, ол кезде біз ораза ұстап жүрміз. Таңғы ауыз бекіткеннен кешкі ауыз ашқанға дейін ауылыма, туған ауылыма барып келуге рұқсат сұрады. Қызылқоға өңіріне. Сондықтан сол кезде 11 мамырда ұмытпасам Қызылқоға өңіріне бардым. Ауылдастарыммен кездестім. Мешітте ауыз ашар бердім. Ауылдастарым маған бір тұлпарға мініп түсуімді сұрады. Ол тұлпар маған сыйлыққа берілген жоқ. Ол мініп түсіп, арамын жасап, манағы екі ақсақал келіп, осы біздің немерелеріміз сізге ұқсасын, мына тұлпарға мініп түсіңіз деп, алдыма тұлпар келді. Үстіме шапан жапты. Енді қазақтың, бәріңізде қазақтың өскен, ауылда өскен балаларсыздар. Бұл жерінде енді неге олай десеңіз, бір ғана еске алсақ, мысалы Қадыр Мырзалы ағамыздың өлеңінде болу керек. Қазақ осы ашық жарқын қабағы, қонақ келсе шабылып бір қалады. Байқада отыр сағанда ол кетерде, ат мінгізіп жібек шапан жабады. Мен бір сөзбен түсіндіріп айттым деп ойлаймын. Сол кезде ішкі істер министрлігінен тексеру келді. Нақты да бір тәртіп бұзушылық, құқық бұзушылықты анықтай алмады. Бірақ та осы жерде бір жағдай болды. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Твиттерге жазды. Ішкі істер министрлігіне қатаң тексеру жүргізді, шара қабылдауды көрсеттім деп бұйрығын жазды. Егер біздің бас қолбасшымыз, егер біздің президентіміз біздің жаққа қарап әрбір жұмыс істеп отырған генералға қабағын шытып бір ғана ескерту жасайтын болса,
ештеңені күтпей-ақ жұмысты босату керек. Мен соны үлгі есебінде өзім баянат жазып, өз еркіммен жұмыстан босадым. Бірінші. Содан кейін мен жұмыстан өз еркіммен босағаннан кейін мамыр айында мен 7 ай жұмыссыз жаттым. Желтоқсан айының басында осы мына 2 облыстың әкіміне хат жаздым. Атырау, Маңғыстау облыстан. Бұл бұрын бір облыс болған, біте қайнасып жатқан облыс болғандықтан кейін 2 осы облысқа мен хат жаздым. Хат жазғанда осы Маңғыстау облысының сол кездегі әкімі Серікбай Өтелгенұлы маған өзіне кеңесші болуға ұсыныс жасады. Сол ұсынысқа сәйкес енді Қазақстан Республикасы құқық қорғау қызметінің заңының 80-ші бабының 5-ші бөліміне сәйкес мен жұмыстан босатуымды ішкі істер органдарына кетуге арыз жаздым. Соған сәйкес мені ішкі істер органдарынан өз еркіммен босатты. Ешкім де мен жұмыстан қуған жоқ. Сондықтан мен 1 жыл 3 ай уақыттай Маңғыстау облысына келіп әкімнің кеңесшісі болдым. Анау емес бірден Маңғыстауға басшы болып келдіңіз, е? Қызметке қайтып тұрған мезгілде мен Қазақстан Республикасы төтенше жағдай министрлігінен ішкі істер министрлігіне ауысатындай ұсыныс болды. Бірақ Маңғыстауға емес. Сол жағдайда бір ауысатын кездері жағдайда президент әкімшілігінің шешімімен мені Маңғыстауға бағыттау керек деп айтты. Қасиетті жер Маңғыстау. Маңғыстаудан қорықпадым. Себебі Маңғыстау мен Атырау бұл біте қайнасқан 2 өңір. Мен Атыраудың қазақтың жігітімін. Егер мен солтүстіктен келген болсам қызметке, мүмкін бір жүрексіну болар ма еді. Енді сіз айтып жатсыз, Нұрлан Асқарұлының әкімнің командасы бар деп. Нұрлан Асқарұлының командасы деп қалай айтсам еді? Нұрлан Асқарұлымен екеуміз танысқанымыз 2016 жылы Атырау қаласында болған алғашқы республикалық жер митингі. Нұрлан Асқарұлының істе көрдім мен. 4,5 халық сөзге тоқтап тарады. Бірде-бір шыны сынбады, бірде-бір зат білінбеді. Нұрлан Асқарұлының қазіргі мысалға келген жұмысына мен сәттілік тілеймін. Ол менің мұнда тағайындалуыма қарсылық білдірген жоқ. Мен Маңғыстау халқына айтарым, мүмкіндік болса, әкімге мүмкіндік беру керек қой. Жұмыс жасауына, өзінің ісін көрсетуге. Әкімнің де қолы тимей жатыр еңбек дауымен. Ең кемшін тұстары деп Маңғыстау полициясының қандай өзіңіз баға берер едіңіз? Маңғыстау полициясының кемшілік тұстары деп мен нақты баға бермеймін, бірақ Маңғыстаудағы қылмысты болу деңгейін жалпы бақылауда ұстап отыр. Біздегі ең үлкен сұрақ бұл көшедегі жол көлік оқиғалары. Осындайда бір кейбір деректер жасырылған алдыңғы жылдары. Солардың бәрін жауапты қызметкерлер қазір жазаланып жатыр. Жуырда ғана мен әлеуметтік желіде бір пікірді оқып қалдым осы. Полиция халық үшін не істеді дейді. Тұрғындар әлі де полицияға сеніңкіремейді. Неліктен бұл құзырлы органды адам қорғаны көрмейді? Тек қана Маңғыстау облысында күніне, тәулігіне 102 шақыру телефонына 150 қоңырау шалынады. Мереке күндері, демалыс күндері 100-ден 300-ге дейін қоңырау шалынады. Сол қоңыраулардан ақ байқауға болады, полицияға деген халықтың сенімі әлі бар. Полиция өзінің қорған екенін халық түсінеді, уақыт көрсетеді. Қалада енді жаяу жүргіншілерді қағып кету дерегі көбейіп жатыр. Соңғы уақытта анасы мен қызын бірдей қағып кеткен жағдайда тіркелді. Енді шыны керек, әлеуметтік желідегі парақшаларды мен ақтарып қарап шыққан болатынмын. Сол кезде тұрғындар жазады, түрлі мекенжай жазады. Осы жерге жаяу жүргіншілер жолын қою керек. Осы жерге кедергілер қою керек. Сол кезде әкімдік полицияға сілтейді. Полицияға жаңағы өтінішіңізді жібереміз, қарайды, тексереді дейді. Ал полицияның жауабы әкімдікке сілтейді. Халық кімге жазу керек өтінішті? Соңғы 10 жылда 140 мыңнан 163 мыңға дейін 23 мыңға автокөлік өсті. Соңғы 5 жылда 17 шағын аудан салынды. Міне осы жерде айта кететін нәрсе, 17 шағын аудан салғанда да неге жол қауіпсіздігіне көңіл бөлмеген? Маған бұл жағы белгісіз. Құрылысты сала берген, жол қауіпсіздігіне ешқандай қарамаған. Жол айрықтарын жасамаған, жол өткелдерін сызбаған, жол таңбаларын талапқа сәйкес келмейтін деп істеген. Мысалға,
жалпы Маңғыстау облысында, егер мен ұмытпасам, 480 жаяу жүргінші өткелі бар. Соның бар жоғы светоформен қамтылғаны 8, былай қарағанда 2%. Ақтауда 193 жаяу өткелі бар. Оның 166-сы ғана былай көшедегі жарықпен жарықтандырылған, қалған 38-і жарықтандырылмаған. Мұнайлыда 55 жол өткелі бар, жаяу жүргінші, ол жерде де ешқандай жарықтандырылмаған. 1900 километр соңғы 5 жылда салынған. Ауыл арасында іштерінде. Ақтауды мына бағдаршамдарды, белгілі бағаналарды, светофор бар, жол айрықтарын көрсетіп тұрған белгілер, солардың бәрін қондырғанға азғантай ғана ақша кетеді. Сонымен қатар Ақтауда бар жоғы 937, Ақтау емес, Маңғыстау облысында 937 камера бар, солға шыққан. Оның Ақтаудың ішінде 625, оның 55-і қазір ауыстыруға жатады. Салыстырмалы түрде қасымыздағы Атырауда 4000-нің үстінде камера бар. Ақтауда сергек жоқ. Қазір сергек берілуі тиіс, салыну керек, әкімшіліктің ұсынысы бойынша. Осы жағдайларға байланысты Маңғыстау облысында жол апатының көбейіп тұруының басты негіздері осыған байланысты. Сондықтан енді халық бұл жерде қолдау керек. Міне нақты нелерін айтып жатырмын. Жол айрықтарына, жол жаяу жүргінші өткелдеріне біз ұсыныс береміз, жасайтын әкімшілік. Біз нақты сараптама жасап, қай жерде көп жол оқиғасы бар, қай жерде адам өлімі көп, қай жерде адамдар жарақат алып жатыр, оны біз нақты ұсыныс әкіметке береміз. Нұрлан Асқарұлы осы нәрсеге көңіл аударып, қаланы сәніне келтіреді. Қаланың бұл біздің беріп отқанымыз қаланың сәнімен бірге қаланың қауіпсіздігін келтіреді. Сондықтан бұған меніңше мемлекет әкімдігі ақша бөлу керек. Әлеуметтік желіде айтып жатыр, мына үш аяқты дейміз, үш аяқты құралды қойып жатыр, қалаға дұрыс емес деп дұрыс. Мен сіздерге айтып өтейін. Үш аяқты құралды қоюға біздің барған себебі Ақтау қаласында 20-шы жылы 86 жол көлік оқиғасы болып, 5 адам қаза тапты. 21-ші жылы 113 жол көлік оқиғасы болып, 15 адам қаза тапты. Байқап тұрсыз ба, 200%-ға өсіп кетті. 22-ші жылға енді біз адам шығын азайтқымыз келеді. Қолымыздан келген бәрін істеп жатырмыз. Сондықтан Маңғыстау халқы бізді түсіну керек, Ақтау халқы бізді түсініп қолдау керек. Мына жол жылдамдығын асыра пайдаланбай, жол жылдамдығында өрескел бұзбай, біз қаланы тәртіпке келтіреміз. Оған халық ренжіп жатыр, бірақ олар түсіну керек. Мына үш аяқты құрылғыны қойып жатқан себебіміздің негізгі мақсаты жылдамдық өлшегіште қалада тәртіпке келтіруге тырысып жатырмыз, сергек қойғанға дейін. Әлеуметтік желіге сіз келеді деп мен анонс жариялаған болатын, сұхбат болады, қандай сұрақтарыңыз бар деп. Сонда бір екі сұрақтың осыған қатысты қойылған, не үшін қаланың ішінде жылдамдық өлшегіштер тұр әлі? Себебі министрлікпен тыйым салынғандығын жазған. Жақсы, бұл сұраққа жауап берейін. Жылдамдық өлшегішті ертеңге қалып соғып. Бірақ сізге мен мысалы есебімді айтайын. Жылдамдық өлшегішті қойған жерімізде бір айдың ішінде бірде-бір жол апаты болмады. Егер халық қатты сондайда бір талап қоятын болса, біз ертең жылдамдық өлшегіштер көшеден алып тастай аламыз. Соңғы уақытта Маңғыстауда маньяк жүр деген әңгіме тарады. Яғни соңғы уақытта өзіңізге белгілі шығар, Бейнеуде, Жаңаөзенде, Ақтауда қыздардың жоғалуы тіркелді. Енді соның Бейнеу ауданындағы жасөспірім қыз әлі күнге дейін табылмаған. Жастардың жоғалуы, жалпы кішкентай балалардың жоғалуы біз Маңғыстауда көбейіп жатыр ма? Әлде керісінше бұл әлеуметтік желіге шыққаннан кейін танымал болған жаңалық па? Бұл негізінде мән беретін жағдай. Біз қазір қаладағы мектептердің бәріне бейнекамералар қоюға тырысып жатырмыз. Бейнекамера қойған камералар бақылау орталығына шығуға, бейне бақылау орталығына шығуға жұмыстанып жатырмыз. Әрбір балабақшаны бақылауға алып жатырмыз. Баланың денсаулығы, баланың өмір қауіпсіздігі бізде бақылауда. Сіз айтып отқан сұрақтар, Маңғыстауда тек қана қазір бір адам табылмай тұр. Бейнеу ауылында болған ауыратын қыз бала және Мұнайлыда бір жігіт. Қалған уақытта менің халықтан сұрайтыным, мына әлеуметтік желіні қолданатын біздің блогерлерімізден асығыс байбалам салып керек жоқ. Мысалы, Жаңаөзеннен кетіп қалған қыздарымыз, екі қызымыз Ақтауда қыдырып жүрген. Ресми мәліметке сүйенуді сұраймын.
біз әр уақытта ашықпыз. Бізге сұраса, біз мәлімет береміз. Ол жоғалған адам табылды ма, табылған жоқ па? Маңғыстау облысында қазір ондай жоғалған адамдар көп емес. Ата-аналарға айтатыным, балаларды, өздерінің жасөспірім, кәмелетке толмаған балаларды қадағалауын сұраймыз. Себебі ол жоғалған жағдайда біз полиция бүкіл күшті салады жасөспірімді табуға. Негізгі қылмыстарымызды тоқтап қалып жатады ашылуына. Өзіңіз білесіз, соңғы уақытта жалдамалы пәтерлер Ақтау қаласында көбейген. Яғни бұл енді бір жағынан туристердің көптеп келуімен де байланысты шығар. Енді алайда әлеуметтік желілерде тұрғындардан көптеген шағымдар келіп түсіп жатыр. Яғни жалдамалы пәтерлерде түрлі жағдайлар болады, алайда полиция жағынан қадағалау жоқ дейді. Учаскелік полицияларды шақырсақ, жай ғана сөйлесіп, әрі қарай сонымен шектеледі, ешқандай шара қолданбайды дейді. Енді бұл демек полиция тарапынан қадағалау жоқ па, әлде жалдамалы пәтерлерді сіздер қарай алмайсыздар ма? Жалпы есеп бар ма қалада, сіздер есеп жүргізесіздер ме осын? Жалдамалы пәтерлер бойынша есептер жүргізіледі. Жалдамалы пәтерлер тексеріледі. Жалдамалы пәтерлердің бәрінде қолдарында патент бар, лицензия бар. Бұлар заңды түрде салық төлеп жұмыс жасап отыр. Сондықтан полиция оған күндізгі уақытта ешқандай да бір әсер етуге міндетті емес. Егер қылмыс болып жатпаса, түзетуші шақырмаса, полиция түнгі сағат 11-ден кейін егер тыныштық бұзатын болса, жалдамалы пәтерлер келіп шарасын алады. Бұл Маңғыстауда туристер ешқандай да көп емес. Шын айту керек. Мысалға алайық, сол кезде мен істегенде 2018 жылы Алакөлде біздің Талдықорған облысында 1,6 миллион турист болған. Борабайда 1,5 миллион турист болған. Иссіккөлде Қырғызстанда 1,6 миллион турист болған. Сол кезде Маңғыстауда бар жоқ 100 мың адам болған. Қазір міне көріпсіз қандай аймақта тұрып жатырмыз. Әлі мүмкін дайын емес шығар. Дайындалу керек қой, туристерді қабылдауға. Жалдамалы пәтерлер есебінен басқа хостелдер, гостиниялар бәріне керек. Өзіңіздің өмірлік қағидаңыз қандай? Содан кейін полициялар жалпы жомарт па? Соңғы рет өзіңіз қашан көмектестіңіз? Менің өмірлік қағидам бірінші, мен адамгершілікті қоямын. Екінші, ұлттың мүддесін қоямын. Үшінші ғана мен өзімнің офицер екенімді, генерал екенімді есімде ұстаймын. Былай қарағанда біз көмекті, міне ораза айында ешкімге де айтпай-ақ көптеген көмектер көрсеттім, оны көмектескен адамдар өздері біледі. Бірақ менің есімде 91 жылы, ол кезде мен жас жігітпін, әлі полицияда қызметте жоқпын. Қызылқоға ауданында бір спорт залда біз өмір бойы сол жерде 16 жыл дайындалдық. Сол жерде спорт күрес кілемінің жоқ екенін білемін. Ағамыз екеуміз бірігіп, алғаш рет Батыс Қазақстан, Батыс өңірінде, Ақтауда да, Ақтөбеде де, Оралда да болған жоқ. Алғаш рет біз Алматыда пәтер алмай барақшамызға сол күрес кілемін алып, 91 жылы ауылға жеткізіп бердік. КамАЗбен тиеп апарып. Енді департаментте тағы бір кадр тапшылығы мәселесі бар, жасырын емес. Енді алдыңғы есеп беруіңізде айтып өттіңіз, әсіресе Мұнайлы ауданында, Ақтау қаласында учаскелік полицейлер жетпейді деп. Енді осы мәселені қалай шешпексіз? Бұл мәселе бойынша мен әкімге арнайы хат жаздым. Мұнайлыда полиция 180 адам. Бір өзінің сай нормасына сәйкес бір учаскелік қызметкерім 2700 адамды қызмет атқару керек болса, Мұнайлыда менің бір учаскем 14-15 мың адамға қызмет етіп отыр. Ондай проблемаларды ашып айттық. Қазір үкіметіміз бізге штат бөліп жатыр. Арнайы қызметтер бойынша жақында Жаңаөзенде де, Мұнайлыда да полиция қызметкерлерінің сұрағы шешіледі деп ойлаймын. Әлеуметтік желіде парақшаңыз бар, әсіресе Фейсбукта. Сіз өзіңіз қолданасыз ба? Сұрақтарға өзіңіз жауап бересіз бе, әлде жаңағы баспасөз хатшыңыз жауап бере ме? Әлеуметтік желіде Фейсбукта парақшам бар. Фейсбук парақшасын менің баспасөз қызметкерім оқып отырады. Қандай да бір өткір сұрақ болса, менімен келісіп жауап беріледі. Маңғыстау облысы өз полиция департаменті бастығының кім екенін білуге тиіс. Осындай келіп қалдым, танысып сіздермен. Осындай оймен келдім. Сізбен сұхбаттасатын туралы әлеуметтік желіге Фейсбук парақшама жариялаған болатын алдын ала. Бірнеше сұрақтар келіп түскен. Енді соны іріктеп бір 4-5-еуін қояйын деп едім. Сырттан келген өзге ұлт өкілдеріне
вид на жительствоны оңды солды беруді тоқтату қажет дейді. Талтайып жүр бәрі 300 мың теңгеге бір ай ішінде аламыз деп базарлар, сауда орындары біздің ішкі нарықтың бәрін жаулап болды. Өзіміздің халыққа жұмыс жетпей жатқанда неге сырттан келген адамдарға басымдық беріп жатырмыз дейді. Оны мен бақылауға алып жатырмын. Бұл мәселені мен білемін. Заңға сәйкес қызмет көрсетеміз, заңға сәйкес талапты күшейтеміз. Қаралады. Қазір алаяқтар көбейіп кетті дейді. Міне алаяқтық. Қазір осы сәтті пайдаланып отырып, мен тағы да айтқым келіп отыр. Маңғыстау облысында алаяқтық көп. Сондықтан мен халықты сенбеуге шақырамын. Мысалы, әрбір банктен соғып, телефонда қалай біздің халқымыз сенгіш, мен түсінбеймін. Қазір ғана бүгінгі таңда 6 қылмыс алаяқтық тіркелді. Енді тұрғыннан келіп түскен тағы бір сұрақ, әр ауылдың кіреберісіне видеокамера қою керек дейді. Бұл қазір бізге облысымызда сергек келгеннен кейін шешетін жағдай болар. Біз ұсыныс жасап отырмыз. Қазір оны мамандар тексеріп, тергеп қарайды, мүмкіндігін қарайды. Мына тартылатын желілердің мүмкіндігі қандай, соған сәйкес мүмкіндігінше біз Маңғыстау облысын барлық жерін қамтуға тырысамыз. Бұл туристік облыс қой, туристік аймақ қой. Сондықтан біз барлық жерлерге, ауылдардағы бұрылыстарға да, ауылдың кіреберісіне де камера қоюға тырысамыз. Уақыт керек. Ақшұқыр жаққа бұрылатын өткелде светофор қашан қоясыздар дейді бұрылысқа? Осы сұрақты маған жиі жазады. Мен ұмытпасам, Бибігүл Рамазанова деген біздің блогеріміз болу керек. Қоюға тырысамыз, манағы алдында айтып кеттім ғой жауабын. Барлық мүмкіндіктер қаралып жатыр. Бәріне уақыт керек. Бәрін тек жаңалықтан алып тез-тездеуге болмайды, бәрінің өзінің процедурасы бар. Енді Аян Сәбитұлы бізде жобаның соңында эксперт сұрақтар, қысқа сұрақтарға кезек берейік. Енді өмірде адам бағасын тақпен, жақпен және бақпен алады дейді. Енді сіз осының қайсысына жатқызасыз өзіңізді? Бақты Алла береді. Тақтағы отырған жұмысты халық бағасын береді. Бақ болды деп айту үшін өмірдің аяғына қарай айту керек. Қазір мен алдымда не күтіп тұрғанмын, біздің қызметіміз әр уақытта қауіпті. Сондықтан тақ деу үшін ол мен бір ондай да бір қатты шешім қабылдап тұрған жоқпын. Шынайылықтан адамдар алыстап кетті дейді. Қосыласыз ба? Жоқ. Мына әлеуметтік желілер, мына Фейсбуктарда өзінің аты-жөнін жазып отырған адамдар шынайы түрде ойларын айтып жатыр. Сондықтан мен ойлаймын, шынайылықтан алыстап кеткен жоқ, шынайылықтың уақыты кіріп келе жатыр. Қандай атаққа лайық болғыңыз келеді? Қандай атаққа лайық болғың келесіз бе? Мынадай сөз бар, Айтеке бидің айтқан. Бақ дегенің құс қонады да кетеді дейді. Тақ дегенің түс кіреді де өтеді дейді. Байлық деген мұз ериді де кетеді. Есте қалатын бұл істелген іс дейді. Іспен еске қалуым керек, іспен өзім істеген ісіммен, өзімнің істеген тірлігіммен. Фильм не кітап? Кітап. Көлік не жылқы? Жылқыны міндетті түрде қою керек пе? Мен жаяу жүргенді жақсы көремін. Екеуін де істеймін. Көбіне жаяу жүремін. Мына біздің немен осы жаяу жүретін өте жақсы жасалған осы жол несімен жүрген жақсы көремін. Біздің мысалға жартасты жағалау дейміз, скальный тропа. Ол деген Қазақстанда жоқ. Сол жерде жаяу жүрген жақсы көремін. Сондықтан көлікті жылқы да менің емес, маған қол емес. Енді болашақта бизнеске, мемлекеттік қызметке кетуіңіз мүмкін ба? Бірінші мен осы қызметті адал атқаруым керек. Егер осы қызметті адал атқарып, халықтың сеніміне ие болатын болсам, неге жасамаймын? Біздің ұстазымыз, біздің көсеміміз кезінде айтқан жоқ, Әлихан Бөкейханұлы. Бойымда қасқам қалғанша қазаққа қызмет етемін деп. Сол сияқты біз де соны үлгі тұтуымыз керек. Мүмкіндігіміз болса, елге, қазаққа қызмет етуіміз керек. Қызмет көрсетеміз. Адам бақытты болу үшін материалдық жағдай жеткілікті болса болады ма? Жоқ. Адам бақытты болу үшін мына ораза ұстағанда байқалады. Қайғысы ішкен қара су, ол да бақыт. Өзіне бақытты сезіну үшін адамның жан дүниесі тыныш болу керек. Мен өзім солай ойлаймын. Сіз өзіңізді бақытты санайсыз? Өзімнің жақсы көретін қызметімде отырмын. Бала-шағам айналам аман, қазақ елі тәуелсіз. Мен өзім бақыттымын деп санаймын. Рахмет, Аян Сәбитұлы.
Жақсы. Сізге көп рахмет. Иә. Ашық әңгімен осыдан кейін ешкіммен әңгіме болмайды деп есептеймін әзірге. Жұмыста қол тимейді. Енді бүгін сұхбатқа келістіңіз, бүкпесіз, ашық, барлық өзіңіздің әңгімеңізді айттыңыз, жауаптарыңызды бердіңіз. Енді болашақта ел көреді, халқыңыз көреді, қызметкерлеріңіз көреді. Сізге енді рахмет. Енді жұрттың аузында жүрген алып қашпа әңгімелерін барлығы осымен тыйылатын шығар. Біріншіден жеке басыңызға қатысты, екінші жаңа Маңғыстауда жүрген қылмыстарға қатысты, жалпы оқиғаларға қатысты әңгімелердің барлығы осымен болатын шығар енді. Үміттенейік. Рахмет. Жақсы, рахмет сіздерге. Сау болыңыз.